Так, ассалаумалейкум достар. Бүгін бұйырса складтың адресін добавить етуді үйренеміз. Pindodo сайтына складтың адресін добавить етуді үйренеміз. Және бір товарды заказ етеміз. Соның бәрін үйренетін боламыз. Лайк басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға жазылып болыңыздар. Болмаса бастайық. Так, міне біз тіркелдік. Алдыңғы сабағымызда көрген болсаңыздар, қалай тіркелуді үйреткен едім. Көрмеген болсаңыздар, алдыңғы видеоны қарап шығыңыздар. Так, міне товарды таңдаймыз. Кез келген товарды таңдаймыз. Мысалы, мына наушник таңдадық. Сол суретке басқан кезде, міне бұл жерде таңдаймыз ғой, міне. Бұл жерде таңдағанда қазір мен оңай жолын үйретемін да, жаңағы складты добавить етудің. Ештеңеге кірмей, міне. Өстіп бір товарға басқан кезде неге мына қызыл батырманы басамыз, төменгі жақтағы ше. Соны басамыз. Сосын бізде мінеге бұл жерде не шықты? Добавить адрес деп тұр да, добавить адрес доставки деп шығып тұр. Осы жерге біз складтың адресін добавить етуіміз керек. Енді бұл жерге кімнің адресін добавить етеміз, өздеріңіз қарайсыздар. Мысалы, өзіңнің поставщиктерің болса, соның складын добавить етесің. Мен қазір заказ беріп жүрген карго, былай поставщигім, ол қазір адрес өзгеріп кетті. Складтың адресі кеше 1-2 күн болды. Бірақ мен соны жазуды үйретемін. Бірақ сіздер өзіңіздің поставщигіңізден сұрап аласыз адресті. Складтың адресін сұрап аласыз, и сол адресті осы жерге жазасыз. Мен жазғанды жазбаңыздар. Мен мысал ретінде жазам тек. Біріншісі мынау, бұны түсіндіріп жіберейін. Мысалы, әр поставщик сізден бір не сұрайды? Өзіңнің нөмірің болады, жеке нөмірің да. Әркім әртүрлі қояды оны. Имяға бұл жерге, короче, имя получателя деген. Мысалы, менде Қаражанов Ақтау деп тұр. Бұл менің посылкам екенін білу үшін. Екіншісінде номер. Өзі поставщиктен сұрап аласыз ол нөмірді. Поставщик өзі береді сол нөмірді. Үшіншісінде, менде толтырып тұрмын. Номер. Үшіншісінде міне қала таңдайсыз. Осы жерде міне Гуанчжоу, Гуандong, әйтеуір сондай өзі береді адрес поставщик. Егер поставщиктеріңіз жоқ болса, маған жазсаңыз да болады комментарийге. WhatsApp нөмірі ма, или білмеймін. Мен өзім жіберем, менде карго не бар, сенімді карго. Соның адресін жіберетін болам. Міне осындай қылып толтырады. Мына қаланы таңдап жатыр, область, район дейді. Осындай кәдімгі біздікі сияқты ол да. Біздікі сияқты нелер толтырады. Сосын толтырады. Так, өтір жібермей ақ қояйын бұларын да. Қарап отырыңыз. Так, осылардың бәрін жазып шығамыз. Мына жерге ескертіп жіберейінші. Мына ең астына толық адрес жазылады. Толық адрес жазылады. Егер поставщиктеріңіз болмаса, маған жазыңыздар, комментарийге жазып кетесіз бе, маған жібер деп. Мен өзім жіберем сізге. Ол не толтыратын, қандай адрес толтыратын мен өзім жіберем. Біздің каргомен заказ ететін болсаңыз. Осы жерге толық адрес жазылады. Өтір жіберейінші. Міне. Адрес толтырған кезде, қазір мен көрсетші, міне. Адрес толтырғасын
мына қызыл кнопка бар ғой мінекей. Ең астында қызыл кнопка. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін міне өйстіп тұрады. Қазір бізден қалай төлейтінін сұрайды. Адрес толтырғаннан кейін қалай төлейтінін сұрайды. Бұны өтіріп жіберейін. Мінекей. Қазір қайтарайын. Міне, мына жерде паузаны басып тұрайын. Көріп тұрсыз ба, мына жасыл тұр, қызыл тұр, жүрек. Ең астында көк тұр, 4 сат тұр ғой. Осы жерде міне Visa, MasterCard деген тұр, жүрек, қызыл жүрек тұр. Мінекей. Осы қызыл жүректі басамыз, Visa деген таңдаймыз. Ана кнопканы басамыз, төмен жақтағы. 9-да 8 дегенді басамыз. Өтір жүрейін. Сосын бізде мына жерде қазір білмеймін. Мінекей. Татыр. Неге мына жерде қазір ойланып тұр ғой. Бұл жерде нені таңда дейді қазір. Неге? Мына қызылды басамыз. Мен қазір не жазылып тұрғанын оқым. Бұл жерде айтып кетейін, мысалы бірдеңе шығып не жазылып тұрғанын білгілерің келсе, осы бетті скриншоттап аласыз да, мен саған осы жерін көрсетіп жіберейін. Мінекей скриншоттап алып аласыз да. Міне Google переводчик деген бар. Google переводчикке бассаңыз, міне қараңыз, өзі переводтайды міне. Добавить оплату банковской карты деп көрдіңіз ба? Сол деген жазды. Соны басамыз. Осы жерден таңдаймыз біздің картамызды. Visa, менікі MasterCard. Міне болмаса төмен жақта жазамыз. Мына спискта жоқ болса төмен жақта жазамыз. Міне. Бұл жерде картаны не істеп алуға болады? Сразу түсіріп алады. Мына сканерге түсіріп алады да. Сөйтіп істеуге де болады. Егер олай болмаса, онда қолымен тересіз. Міне менде болған жоқ қазір. Мен қолымен терем. Бірінші мына жерге картаның алдында 16 ма неше бір сандар бар ғой. 51, 69, 49 бірдеңе деген. Соны жазамыз. Полный. Оны жазып болғасын. Өтіріп жіберейін. Оны жазып болғасын. Мына қызыл кнопканы басамыз. Қызыл кнопканы басамыз. Одан кейін мына жерде 3 не шығып тұр ғой. Қара, мен мысалы мына жерде мен білген жоқпын, не жазылып тұрғанын. Оны білу үшін ағада скриншот жасайсыз да, Google переводчикпен переводтап аласыз. Скриншот жасадым. Google переводчикке кеттім. Біліп алдым, көрдіңіз ба, не жазылып тұрған. Біріншісі имя, екінші срок действия, защитный код. Солай білмесеңіз, сізде сөйтсеңіз болады. Срок, имя, мына жерге атымды жазам. Так, атымды жазам. Астына срокты жазам. Срокты таңдаймыз осы жерден. Сосын CVV код деген бар, артында, картаның артында тұрады. Сол кодты жазамыз. Қызыл кнопканы басамыз. Болды, бізге SMS код келу керек. SMS код келгесін. Соны тереміз. SMS кодты тереміз. Процессинг дейді. Процесс болып жатыр қазір. Идет процесс.
өтірік жіберейін құттайды. Міне. Каспий KZ подтвердишь платеж. 10 юань минус тақпады жаңа наушникке, көрдіңіз ба? Міне, видите код деп тұр енді. SMS келеді, сол SMS-тен кейін кодты жазамыз. Болды. Міне, біз наушникті сатып алдық. Бәрі оңай, ешқандай қиындығы жоқ, ешқандай курсқа қатыспай-ақ өйстіп өзіңіз заказ етіп істей берсеңіздер болады. Сау болыңдар, рахмет. Каналға лайк басыңдар, подписка жасаңдар. Келесі сабақтар бұйырса жаңағы 1688 мен Taobao жайлы болады. Оның да видеосын салатын боламын бұйырса. Тағы да көп пайдалы видеолар салып отырамын. Каналға жазылып қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңдар.